네. Сәлем. Біз қазір Беппо деген қаладамыз. Беппо бұл Ойто префектурасында орналасқан қала болып табылады. Және оның ең бір ерекшелігі бұл жерде осындай 100 градустан астам онсендер, яғни жаңағы горячий источник дейді ғой, солардың отаны болып табылады. Және біз қазір сондай Беппо қаласында болатын турда жүрміз. Яғни андай 100 градустан астам тозақтың туры болып табылады осы. Сол қазір біз соны қарап жүрміз. Мысалы, мына су, мына жерден тұрған, түтін шығып тұрған жақ, бұл осы жер суы 100 градус деп айтады, және сізде ойша емес. Күшті болды, өте керемет саяхат болды. 2 апта емес, 2 жылға созылғандай болды. Барған әр жағымызға өте қатты бауыр басып үйреніп қалдық. Көп зат үйрендік деп айтуға болады. Қызықты жақтары да көп болды. Ауыр, жүрекке қиын тиетін жақтары да көп болды. Көп үлкен сабақ үйреніп келгендей сезініп тұрмын өзімді. Ондай саяхаттың пайдасы бар. Әрине. Осы 2 апта бойы бізбен бірге болып, бізді қарап жүргендеріңізге сіздерге көп рахмет айтамыз. Бірақ біздің ең керемет, ең ғаламат саяхаттарымыздың бәрі алда. Сондықтан Вайпо Вояжбен бірге болыңыздар.